жекпе-жектердің бірі болады деп ойлаймын. Себебі Азамат Тасболатов дебютант болғанмен Панкратионнан әлем чемпионатының күміс жүлдегері, еркін күрестен спорт шеберлігіне үміткер, өте жастық жалындап тұрған жігітпен 35 жасар ардагер спортшы, қоян қолтық ұрыстан әлем чемпионы Берік Шыналиевпен арасындағы жекпе-жек. Айта кету керек, Берік өте қысқа уақытта замена дейді ғой, оған дейін неден шыққан, жарыстан шықпаған қарсыластың орнына шыққан жігіт Азамат өте аз уақытта қабылдады жекпе-жекті. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің қарулы күштерінде қызмет етеді. Өзіңіз байқап отқандай, қолын түсіріп жүр, яғни тұрып төбелескенді ұнататын азаматтардың бірі. Көреміз қазір. Азамат әзірге барлап жүрген сияқты, бірақ меніңше қазір Азамат күреске кіретін сияқты партерге. Ну и да, у нас очередное активное начало от обоих бойцов. Сейчас не щадит сейчас лоу-киками Берег. Ну и вот сейчас оба бойца, видимо, также настроены на финиш. Прекрасные комбинации летят. Берік бізде 2 жекпе-жек өткізді, 3 жекпе-жек өткізді. Есімде бары. Біреуінде жеңілді Ерасыл Шұқатаевқа, қазіргі танымал спортшылардың бірі. Және 2 жекпе-жегінде нокаутпен жеңген болатын. Сондықтан бұлай айтқанда жасы кәрі екен деп есептен шығарып тастауға болмайды. Сол кісі жойқын азаматтардың бірі. Азаматта соны сезген болу керек. Бұл да Телжан Қабдиевтің шәкірті. Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының Кудо ГЗ командасының өкілі. Жаңағы Мерберт қарындасымыз да сол команданың өкілі болатын. 3 бірдей спортшысын қосты осы жарысқа. Телжан Қабдиев бауырымыз. Қазір енді Азамат өзінің білетін ұрыс жүргізу мәнеріне салды. Күрес енді ары қарай кішкене Берікке қиындау болады ау. Но не скажется ли здесь опыт Берика Шыналиева, который гораздо опытнее своего соперника. Но пока бой проходит абсолютно равно. Ой, как сейчас попадает справа убегавшему сопернику. Сейчас есть шанс выйти на сайд-контроль. Перевод какой жесткий, но встает сейчас Азамат. Напрашивается колено сейчас, но пока что не удается выйти на тайский клинч. Сейчас отвечает ему. Берег старается контролировать центр октагона. Прекрасно он движется. И ой-ой-ой. Мәссаған. Беріктен бұндай қарсылық күтпеп едім. Өте жақсы. Жаңағы партердегі астында жатқан моментте де жақсы қорғанып тұрып кетті. Әзірге өте тартысты жекпе-жек өтіп жатыр. Өте жақсы хай-кик. Азаматты біраз састырды. А у нас уже прошло почти 4 минуты поединка. Ну, Радин, можно ли в таком упорном бою отдать кому-нибудь первый раунд? Негізі кейінгі аралас жекпе-жектің ережесі бойынша көбіне кім қанша урон дейді ғой, енді зақым келтіргеніне байланысты есептейді. Соған салсақ енді Берік жаңа 3,5 минут алғашқы алдыда келе жатыр еді. Енді қазір Азамат қайтадан тізгінді өз қолына алды. Осы тұста енді осы бітіретін сияқты, өткені қатты қылады. Да, сейчас очень близок к финишу Азамат. Забивает он буквально в боковом контроле своего соперника. Шорты ұстап жатыр дегенде әңгіме болып жатыр. Берік тарапатынан енді кішкене әрекет ету керек. Азамат судья у нас очень внимательный. Не в первый раз он предупреждает бойцов. Өте тартысты.
Жекпе-жек. Өте жақсы, мықты. Орған жатыр. Қазір Беріктің ұтып кететін мүмкіндігі көбірек болды. Ну и как чаша весов-то склонилась в другую сторону. Бойцы не стесняются зарубаться, не стесняются демонстрировать свои навыки, что в партере, что в стойке. Өте жоғары деңгейдегі. Бүгінгі кештегі ең тартысты жекпе-жектердің бірі болды деп айтуға болады. Тебе же сказали, когда вот тишина, музыка, выход, ты же не комментируешь. Я жду, после ее выключить. Почему-то звук пишет с тебя. Ну и ждали мы очередного финиша в первом раунде, но не сложился такой исход, хотя был очень близок к этому, как один боец, так и другой. Ну и посмотрим, что скажет Нурадин по кардио обоих бойцов, не выдохлись ли они после такой зарубы. Берік кішкене шаршаңқы көрініп тұр, қазір енді екінші раундтың басында көрінеді, қалай болған, менің көзіме. Бірақ Азаматта біраз жақсы соққылар алды. Қазір енді бірақ жастың ат жасы кішкене әлі тың көрініп тұр. Қазір енді екінші раундты көреміз. Қазір енді Беріктің несен шаршаған секілді, немесе бір соққы алды ма кішкене өзіне келе алмай тұрған сияқты. Ну что ж, как говорят бойцы, уважение заслужено. Оба перетерпели свои сильнейшие удары, выбросили весь свой арсенал. Ну, посмотрим, что нас ожидает во втором раунде очень яркого поединка. Кішкене қарқындары басылған секілді, жаңа бірінші раундтағыдай. Берік кішкене шабуылдап бастады. Мавашигери. Ушера Мавашигери жасады. Готовы бойцы взрываться. Немного подсели по кардио, возможно, но они не собираются останавливаться. Бой не переходит в борьбу, не переходит в клинч. Азамат қазір аяққа кіргісі келіп жүр. Өзін білетін. Оны тіземен күтіп алды. Өте жақсы. Жақсы, өте жақсы. Прекрасно сейчас проходит поединок. Едва Берік не встретил Азамата коленом. Тізе тиді, бірақ әлсіздеу тиді де, сонымен әрі қарай Азамат құлатуға әрекет қылып еді, бірақ Берік лақтырып жіберіп тәжірибесін көрсетіп жатыр. Тағы тіземен күтіп алды. Вот Берік демонстрирует отличные навыки, что из карате, что из таэквондо. Прекрасно он из боковой стойки бросает и маваши, и хайкики. Оба бойца в центре октагона, не форсируют события. Но мы уже видели, что любой взрыв может привести к неожиданному финишу. Кезекті Ушерегери ілініп қалды Азаматтың қолына. Азаматта түсінеді, енді осындай бір сәттерді жіберіп алса, жеңіске деген мүмкіндіктерін азаятын, сондықтан мүмкін қазір гардқа, тым болмаса маунтқа кіруге тырысады ол. Не показалось ли тебе, Нурадин, что Азамат уже начал проваливаться, когда бил свои последние несколько ударов? Словно чуть ему уже сил не хватает. Кішкене сәл шаршады, екеуі де шаршады әрине. Бірақ қазір енді соп болды. Нокаут. Судья едва не заметил досрочного финиша от Азамата. Азаматтың ішке ұрған соққысы тиісті жеріне жетті. Әрине жастың аты жас. Мен өте жақсы нокаутпен жеңіске жетті. Но нельзя не похвалить Берика за достойную очень битву на встречных курсах
с молодым бойцом. Он не стеснялся зарубаться, не боялся идти против него. Ну и в любом случае исход за Азаматом. Әрине, бірінші раундта менің есебім бойынша негізі Берік кішкене сәл басымдықпен жеңіп тұрған секілді болып көрінеді. Әрине, төрешілер қалай белгілеген білмейміз. Бірақ екінші раундта Азамат бүкіл инициативаны өз қолына алып, қарсыласын мерзімнен бұрын жеңілуге мәжбүр етті. Ну, как любят говорить бойцы, не оставляя решения для судей, заканчивая бои досрочно. И что первый, что второй раунд мог уйти абсолютно любому из бойцов, но до решения не дошло. Итак, друзья, в этом бою во втором раунде на 2 минуте 42 секунде победу техническим нокаутом одержал боец из синего угла октагона Азамат Таспу.